Оқушылар, сізге мен бірге Тараз қаласы номер 34 мектептің пән мұғалімі Ибрагимова Мадина Султанқызы. Бүгін сабағымыз тақырыбы робот қозғалысы. Сабағымыз үйретеміз ауызша нысанда көрсетілген алгоритм бойынша робот қозғалысын ұйымдастыру. Алгоритм қадамы іс-әрекеттерді орындауға арналған блоктар. Дұрыс құрылған алгоритм нәтижелі болады. Алгоритм құрастырғанда қадамдардың ретін ауыстыруға болмайды. Алгоритмнің реті өзгертілсе де бұл басқа нәтижеге келуге мүмкін. Қазіргі таңда робот құрастырғыштардың түрі көп. Мысалы, Lego Mindstorms Education, Evo 3, Speak Start, Speak Prem, SmartBot, Engino тағы басқа. Егер алгоритмді дұрыс құрса, кез келген роботпен жұмыс жасай аламыз. Бұл жетекші платформа ретінде құрылған. Evo 3 білім беру роботы. Алгоритм қадамдарын құрып, робот қозғалысын ұйымдастырып көрейік. Оқушы мен робот 10 секундтан жаяу жүргінші жолынан өту керек. Ендеше оларға көмектесейік. Сен оқушының жолдан өткізу үшін қандай қадамдар ұсынар едің? Оқушыға арналған алгоритмдік қадам мындай. Бірінші қадам жаяу жүргінші белгісі бар жерге жақындау. Екінші қадам жолдың оң және сол жақ шетіне қарау. Үшінші қадам машиналардың тоқтағанына көз жеткізу. Төртінші қадам жолдан абайлап өту. Енді роботқа жаяу жүргінші жолаған өтетін программа құрайық. Бірінші қадам Lego Mindstorms Education Evo 3 программасында жаңа жоба ашу. Екінші қадам старт блогына әрекеттер блогынан рөлдік басқару блогы жалғау. Үшінші қадам секунд саны бойынша қосу 10 деп ауыстыру. Төртінші қадам программаны роботқа жүктеу. Ойланып орында анықтамасын жаз. Алгоритм дегеніміз, алгоритм қадамы дегеніміз болған әріптерді 1, 2, 3, 1, 2, 3 деп қайталап сана. Үшінші әріптердің астын сыз. Асты сызылған әріптерді төменге жазып шық. Қандай сөздер шықты? Дауыстап оқы. Дәптермен жұмыс жауабын жаз. Дәптермен жұмыс ойланып белгілі сұрақтар жауабы. Күнделікті өмірде кездесетін қандай алгоритмдердің білесің? Сызбаға қарап мысалы келтір. Компьютермен жұмыс. Роботтың 10 секундтан жаяу жүргінші жолынан өту жобасын жаса. Lego Mindstorms Education Evo 3 программасында жаңа жоба аш. Старт рөлдік басқару. Рулевые управление блогы пайдалану программа құр. Орында ой тапсырмасын орындау алгоритмді құр. Осымен сабақ аяқталды. Оқушылар, бағдаршам арқылы қорытынды жаса.